Үйренудің кілті мидың жұмыс істеу механизмдерін түсінуде. Жад пен қайталаудың рөлін ұғуда жатыр. Адамда екі ойлану режимі бар: зейінді және шашыраңқы. Зейінді режим көңіліміздің барынша фокусталған кезі, көбіне бір мәселені терең ойланған кезді білдіреді. Ал шашыраңқы ойлану режимі ештеңе шоғырланбай, ойдың кең не бос күйде болуы. Егер есеп шығарсаң, яғни сандарды көбейтумен айналыссаң, миың зейінді режимде жұмыс істейді. Өмірде бір проблемаға кездесіп, оны шеше алмай жүргенде, миымыз зейінді режимнен шыға алмай қалады. Бұл өз кезегінде миға кері әсерін тигізеді және үнемі зейінді режимді болу мәселені шешуге көмектеспейді. Ешқашан бір мәселені ұзақ және үзбей ойланғаннан шешімі табыла салмаған. Ал сурет салу сынды іспен шұғылдансаң, шашыраңқы режимге ауысасың. Күнделікті тұрмыстағы серуендеу, жуыну немесе ұйықтау сынды әрекеттер шашыраңқы режимге ауысудың қарапайым жолдары. Көп мәселе шешімін таңда табатыны да осыдан. Тиімді жұмыс істеу үшін екеуі де маңызды. Екеуі тиынның екі жағы сияқты. Екі режимді сауатты басқара алған адам ғана ойланудың шыңын бағындыра алады. Не үшін екеуін кезекпен ауыстырып отыру керек? Себебі, зейінді ойлау кезінде мида жаңа нейронды байланыстар орнай бастайды, бірақ қызмет етпейді. Сол жаңа нейробайланыстың арасында ток жүруі, яғни жаңа дүниені қабылдау үшін уақыт керек. Ал уақытты тек шашыраңқы ойлану режимі береді. Тиімді үйренудің кілті уақыттың рөлін түсіну. Мысалы, кішкентай бала тақпақ жаттағаннан кейін бірден айтып беруі екіталай. Ал ертеңіне сұрасаң, айта алу ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан бүгінде интервалды оқыту немесе қайталау ең тиімді әдістердің қатарында. Интервалды оқу дегеніміз кез келген жаңа дүниені қабылдауда араға уақыт салып отыруды білдіреді. Мысалы, жаңа материалды үзбей және қарқынды 2-3 сағат тоқтамай айтып шыққаннан гөрі қысқа бөлшектерге бөліп, арасында үзіліс не ойын кіргізіп өткізудің пайдасы зор. Жад та үйрену үдерісінің маңызды элементі. Біздің есте сақтау жадымыз өздерің білетіндей екіге бөлінеді: қысқа және ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімді жадты кейде жұмыс жады деп атайды. Ғалымдардың пайымдауынша, біздің жұмыс жадымызда тек 4 бірлікке орын бар. Біз соларды үздіксіз қайталап тұрған кезде ғана жұмыс жадында сақтай аламыз. Мысалы, 7-8 санға қарағанда 3-4 санды жаттау жеңілдеу. Кейде кішкентай балалардың ойлану жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты және жас ерекшелігіне қарай біз үшін қарапайым заттарды есте сақтауда қиындықтар болып жатады. Бір жаңа материалды меңгергенде, ертеңінде, тағы 2-3 күн, сосын 5-7 күннен кейін, 2 аптадан кейін, 1 айдан кейін және осылай араға уақыт салып қайталап отыру ұзақ мерзімді жадта жүйе қалыптастырып, үйрену тиімділігін арттырады. Аталмыш әдіс шет тілін үйренуден бастап, кез келген қарапайым ақпаратты қабылдауда қолдануға тиімді. Бір ақпаратты бір күнде бірнеше рет қайталау, бұлшық етті шынықтыру үшін бір күнде 100 рет темір көтергенмен тең. Нәтижесіз, тиімсіз және үнемді емес. Шашыраңқы ойлану режимін қосудың жақсы амалы жоғарыда аталған ұйқы. Ұйқы өзінше бір арсыз әрекет болғанымен, сауатты қолданылған жағдайда өте пайдалы. Зейінді ойлану барысында, яғни бір мәселені қатты ойланғанда, не шешуге тырысқанда, нейрондардың арасындағы құбылыстардан мида от бөліне бастайды. Осы оттың, яғни токсиннің әсерінен нейрондардың арасындағы өткізгіштік қасиеті төмендеп, ойлану бәсеңдейді. Рекорд қою мақсатында бір тәуліктен көп уақыт ұйықтамаған адамдарда елестер пайда болғанын айтады. Ол да осы оттың салдары. Бұл зиянды элементтерден айырылудың жалғыз жолы ұйықтау. Біз ұйықтағанда мидағы сұйықтық сол оттан толық тазарады. Ал қанша сағат ұйықтау керек екені өзінше бөлек тақырып. Байқасаң, көптеген ғалымдар өз жаңалықтарын зейінді емес, шашыраңқы ойлану кезінде ашқан. Және бір мәселе, шашыраңқы ойланудың құр өзінен де пайда аз. Себебі шашыраңқы ойлаудан арыла алмай жүрген талай адамдар жаңалық ашып тастайтын еді. Жоғарыда аталған жандар белгілі бір мәселені терең ойланғаннан кейін ғана дем алған кездерінде жаңалық аша алған. Америкалық өнертапқыш және кәсіпкер Томас Эдисон да шашыраңқы ойлануға ауысу кезінде миға келетін шешімді сақтап қалу үшін отырып ұйықтаған. Сонымен қатар қолына ауыр темір ұстап алады екен.
теледидардың алдында отырып қалғып кеткенде пульт қолынан түсіп кеткен кездер болған шығар. Томас мырза да дәл солай маңызды ойларын бекітіп отырған. Мидың белсенді жұмыс істеуі, ақпараттарды өңдеуі нейрондарға байланысты. Ғалымдардың айтуынша, адам баласы есейген сайын минутына 56 нейрон өліп отырады. Яғни, уақыт өткен сайын ми қабілеті әлсірей береді. Әрине, ешқандай жұмыс жүргізілмесе, нейрондарды сақтап қалудың ең жақсы амалы жаттығу. Versus қолданбалы жетістік академиясы Vertex курсының аясында жүргізілген ең қиын тапсырманың бірі күніне 10 000 қадам жүру еді. Көлігі бар, өмірінде қоғамдық көлікке отырмаған адамдар күніне 10 қадам жүру арқылы, яғни шашыраңқы ойлану режиміне ауысу арқылы өздерінің талай мәселелерін шешкенін айтқан еді. Жоғарыда айтылғандай, жаттығу ең оңай амалдың бірі. Vertex курсының қатысушылары бүгінгі дейін күніне 10 қадам жаттығуын тастамады деп сенемін. Өз зейінімізді басқару, үйрену үдерісін басқару. Енді нақты техникаларға көшетін болсақ, өзіңмен помодоро тәсілін бөліскім келеді. Помодоро тәсілі кез келген іспен айналысу барысында соңғы нәтижеге емес, сол істі орындау барысына, үдерісіне зейін қою. Соңғы нәтижеде пайда болуы керек өнімге зейін қою адамды қажытып, көбіне сәтсіздікке әкеледі. Соңғы нәтижеде пайда болуы керек өнімге зейін қою адамды қажытып, көбіне сәтсіздікке әкеледі. Помодоро тәсілінде ең маңызды сұрақ қашан? Қашан бастаймын емес, қашан тоқтаймын? Бастаған ісім бітсе де, бітпесе де тоқтау. Әдетте 25 және 5 минутта басталады. Яғни 25 минут жұмыс істейміз, зейін ойлану режимінде болу керек. Ол үшін барлық еліктіргіштерді алып тастау керек, яғни телефон, әлеуметтік желілер тағы басқалар. Кейін 5 минут шашыраңқы ойлану режиміне ауысу. Қарапайым жаттығу жүріп келу не бір физикалық немесе зияткерлік ойын ойнау. Біліктілік иллюзиясы. Кез келген үдерістің сәтті жүруіне кедергі болатын күштер бар. Үйренудің ең үлкен кедергісі біліктілік иллюзиясы. Өзгеше айтқанда мен білемін деп ойлау. Күнделікті өмірде байқалмағанымен, жаһандану салдары ретінде ақпарат жылдамдығының артуынан көбіміз осы біліктілік иллюзиясында жүрміз. Көбіміздің компьютерімізде, телефонымызда, не өзге электронды құрылғыларымызда және бұлтта кемінде 1-2 кітап сақтап қойғанбыз. Мынау керек болады деген оймен талай тренингтің слайдтарын немесе кітаптардың мұқабасын фотоға түсіріп те алдық. Сол электронды нұсқаға ауысқан ақпарат пен ертеңінде қолданыс тапқан ақпараттың арасында байланыс қаншалықты екен. Кітап оқып отырған кезде де ішінде ұнаған бөлігін арнайы маркер, қарындаш не өзге құралмен белгілеп қоямыз. Түрлі түсті стикерлерде жапсырамыз. Бұл әрекеттер осы ақпарат мен үшін маңызды және оны есімде сақтап алдым деген жалған сезім сыйлайды. Соның себебінен де ертең ол қолданысқа түспейді. Сол күйі қалады. Өкінішке қарай байқамай өзімізді осылай алдап жібереміз. Ертең қажет болғанда сол ақпараттың ешқайсысын еске түсіре алмаймыз. Миымнан шығып кетті дейміз. Теориялық тұрғыда миымызға кірген кез келген ақпарат ешқайда кетпейді. Ол сол жерде қалады. Тек біз оған барар жолды таба алмай қаламыз. Ұмыту дегеніміз ақпараттың мидан шығып кетуі емес, ұзақ мерзімді жадтың бір қуысында қалып қоюы. Біліктілік иллюзиясының масштабтары әртүрлі. Қарапайым өлең жолдарынан бастап, кәсіби мамандықтың тақырыптарына дейін. Осы себепті бұл құбылысты үйренудің ең үлкен індеті деп анықтар едім. Біліктілік иллюзиясы орын алуының тағы бір себебі қайталау. Жаңа материалды меңгеру барысында көбіміз қайталауға басымдық береміз. Психолог Джеффри Карпикке зерттеуі бойынша қайталаудың өнімділікке әсері өте төмен. Қайталау әрекеті көмектеспегенімен ғана қоймай, кері әсерінде тигізуі әбден мүмкін екенін анықталып отыр. Қайталау әрекеті көмектеспегенімен ғана қоймай, кері әсерінде тигізуі әбден мүмкін екені анықталып қойыпты. Оның орнына еске түсіру әрекеті айтарлықтай тиімді әрі пайдалы болғанын айта кеткенде жөн болар. Ғылыми мәтінді меңгеру тапсырылған студенттер қайталау емес, еске түсірумен айналысқанда ғана жоғары нәтиже көрсете алған. Өлең жаттау мысалында қорытындылайтын болсақ, ақпарат есте қалу үшін 10 рет қайта оқығанша 1 рет оқып еске түсіруге тырысқаннан ұтасың. Кітапты оқу барысында бір тараудан кейін кітапты жауып қойып есіңе түсірсең, не біреуге әңгімелеп айтып берсең, оң әсерін ұлғайтасың.
ал қолдана алсаң мүлдем естен шықпайтын болады. Тренингте қатысқан күні үйге бара салысымен басынан соңына дейін еске түсіріп көрсең, тренингке кеткен ақшаңның ақталары сөзсіз. Джеффри мырза зерттеуінің ең қызығы зерттеуге қатысқан студенттердің таңдауы қайталау болғаны. Олардың ойынша жаттаудың ең ыңғайлы жолы қайталау екен. Көріп тұрғандай, осындай жалған сенімдердің салдарынан біліктілік иллюзиясы кең тарап бара жатыр. Google сынды сервистер оған өз үлесін қосып та жүр. Телефонның көмегімен кез келген ақпаратты оңай әрі тез табу мүмкіндігі мен білемін деген ұстанымды сыйлайды екен. Зерттеудің ашқан тағы бір жаңалығы жаңа материалды көрнекі құралға, яғни диаграммаға, интеллект картаға айналдыру немесе сурет ретінде салудың тиімділігі. Аталмыш әрекеттер жаңа материалдың мида сақталуына жақсы әсер етеді деген үмітпен практикаға кірісіп кетеміз. Алайда жаңа ақпараттар жұмыс жадында болған кезінде өзара тығыз байланыс орнамаса, тиімділігі айтарлықтай болмайтыны анықталды. Яғни жаңа материалды толық түсінбесек және бұрынғы білгенмен байланыстыра алмасақ, ертең қолдана алуымызда екіталай. Жоғарыда келтірілген қойма мысалымен түсіндіретін болсам, жаңа ақпарат тиісті орнында сақталмай, бір қуыста қалып қояды. Ал еске түсіру дағдысын дамыту үшін кілтті идеяларды анықтауды, яғни өзекті идеяларды анықтауды, не оның мәнін түсіндіруді меңгеру керек. Бұл көбіне уақытпен келетін дағды дер едім. Сондықтан бастапқыда кездескен сәтсіздіктен қаймықпа. Толық көрініс. Бүгін білім беру жүйесінің негізгі кемшілігі қайталау арқылы жаттауға негізделуінде. Мектеп оқушылары көптеген ақпаратты жадында сақтап алған. Тіпті қатты қиналмай қайта шығара да алады. Бірақ бұл уақытша құбылыс. Ертең-ақ естен шығады. Жұмыс жадындағы ақпаратты екі жол күтеді. Біріншісі ұзақ мерзімді жадтың бір бұрышында қалып қою, сәйкесінше оны ұмытып қалу. Екіншісі ұзақ мерзімді жадтан өз орнын табуы және керек кезде еске түсіре алу. Осы екі жад арасында үйлесім пайда болып, ортақ жұмыс болғанда ғана біздің миымызда толық көрініс пайда болады. Не керек екенін, не үшін және қалай керек екенін түсіне бастайсыз. Түсіну екі қадамнан тұрады. Бірінші, қысқа мерзімде жадтағы ақпараттың өзара байланысын мәнін ұғу. Біз осыны түсінген кезде ғана олардың арасында берік байланыс орнайды. Екінші, сол жаңа орнаған берік байланыстағы ақпараттар жиынтығының үлкен жүйедегі орнын түсіну және орналастыру. Мысалмен түсіндіріп көрейін. Көз алдыңа мейрамхананы елестет. Бәрімізге таныс мысал ғой. Даяшы келіп, сенен тапсырыс қабылдады. Осы кезде даяшының миы зейінді режимде жұмыс істеп тұр. Себебі ол әр клиенттің қалауын жеке-жеке жаттап алу керек. Шатаспауы тиіс. Даяшылар бұл межеден әдетте сүрінбей өтеді. Сенің берген тапсырысың оның жұмыс жадында сақталды. Тапсырыс орындалып ас дастарханға жеткізілгеннен кейін және сен шотты жапқаннан соң даяшыдан не тапсырыс болғанын сұрасаң, жауап бере алуы қиындау. Жұмыс жадында болған тапсырыс ұзақ мерзімді жадта жүйеленбей қалды. Дәл осындай арнайы зерттеу жүргізген ғалымдар мұны даяшы феномені деп атайды. Бүгінгі оқушылардың көпшілігі және тек олар ғана емес, көпшілігімен осы феноменге шалдығып қалдық. Ал егер даяшы әр клиенттің болмаса да, тұрақты клиент тапсырысының логикасын байқай алса, яғни жұмыс жадындағы ақпараттың өзара байланысын қалыптастыра алса, сол клиентке қызмет көрсету деңгейі айтарлықтай жоғары болатын еді. Даяшылардың сізге әдеттегідей ме деп сұрайтынын кинодан көп көріп жүрміз ғой. Қарапайым тапсырыстар негізінде клиенттің болашақ қалауын анықтай алатын даяшы маман ретінде өте құнды. Бұл даяшы кейде клиентке сұрағанын емес, қалағанын бере алуы әбден мүмкін. Ал даяшының осы қабілеті толық көріністі көре алғанында. Осы бөлім үйренуді үйренуге байланысты тұжырымды екі сұраққа жауап бере алды деп сенемін. Олар: біріншіден, не істеу керек? Екіншіден, қалай істеу керек? Біріншісінде қайталау керек десек, екіншісіне интервалмен, яғни араға уақыт салып қайталауды ұсынып отырмын.